Қазіргі заманда әдемі киім, ерекше аксессуарлар адамдардың қарым-қатынасында маңызды орын алады. Ал бойжеткендер үшін косметиканың орны бөлек. Біз қыздар сән әлемінен қалыс қалмауға тырысамыз. Әрине, әйел болған соң қашанда сұлу болғымыз келеді. Басында сән әлемінде болып жатқан жаңалықтарды қалт жібермей жай ғана қызықтаймыз. Бірақ ол бірте-бірте, былайша айтқанда, тәуелділікке айналады. Осы орайда сіңілімнің басынан өткен бір оқиғамен бөліскім келеді. Бірден айтып қояйын, мен де сән әлемінен алшақ емеспін. Дегенмен сәннің соңынан еріп, тым артық кетіп қалуға болмайтынын айтқым келеді. Әр нәрсенің шегі бар ғой. Тәуелділік деген жақсы емес. Оған айқын дәлелім бар. Менің сіңілімнің есімі Диана. Жасы небәрі 18-де. Сенесіздер ме? Оның косметикаға деген құштарлығы әп-әдемі келбетін бүлдіре жаздады. Бәрі сол ғаламтордағы бьюти-блогерлардың өмірлері туралы бейнебаяндардан басталды. Олардың кімдер екенін білетін шығарсыздар. Бьюти-блогер дегеніміз түрлі опа-далапты өздері жағып көріп, нәтижесіне бөлісетіндер. 16 жасында сіңілім солардың салған бейнелерін жібермей көріп жүрді. Басында ол жай ғана қызығып жүретін, танымал жұлдыздардың өмірін қалт жібермей бақылап отыратын. Кейін өзі де дүкен сөрелеріндегі брендке айналған опа-далапты қажет болмаса да сатып ала беретін кеселге душар болды. Бір күнде бірнеше мәрте макияж жасап, әбден машықтанып алды. Мен оның қылығын ақылға қонымсыз деп санайтынмын. Әрине, мен оған бірнеше мәрте табиғи сұлулықтан асқан сұлулық жоқ екенін түсіндіруге тырыстым. Косметиканың балғын терісіне кері әсер ететінін де айттым. Бірақ Диана менің сөзіме құлақ асқан жоқ. Сән құмарлық оның көзін байлап тастағандай еді. Масқара, өзіңіз елестетіп көріңізші. Біздің шкаф сөрелері Диананың косметикасына лық толды. Бос орын қалмады. Оның қылығы әбден ызамды келтіретін. Әке-шешемнің берген ақшасын түгел косметикаға жұмсап құртатын. Уақыт өте келе косметикаға деген қызығушылығы басылар деп ойладым. Бірақ күндер, айлар өткенмен сөрелер оның косметикасына тола берді. Мен тіпті не істерімді де білмей қалдым. Әрине, мен оны тоқтатуға тырыстым. Бірақ бұл мүмкін емес еді. Ол мені тыңдамады. Бірде Диана тағы да үйіп-төгіп косметика алып келді. Осынша ақшаны шетелдік косметикаға қайдан аласың деп сұрадым. Өйткені қазіргі таңда олар арзан тұрмайды. Диана маған керемет жеңілдікпен сататын бір дүкен тауып алғанын айтты. Бұл не қылған батпан құйрық деп күмәндана бастадым. Мұндай қымбат заттарды болмашы ақшаға бере салатын дүкенді қайдан көрдіңіздер? Айтыңыздаршы. Не керек? Оның бақыты ұзаққа созылмады. Әр нәрсенің шегі бар демекші, әлгі косметиканы бір ай қолданғаннан кейін Диананың бет терісі бөліне бастады. Беті құрғап, жара пайда болды. Ол өзін әрең тыныштандырды. Бірақ опа-далапты қолдануды тоқтатудың орнына бетіне басқа заттарды баттасып жаға бастады. Өкінішке орай, оның бет терісіне шетелдік деп алған косметиканың бірі де жақпады. Сол кезде ғана қандай қиындыққа тап болғанын түсінді. Неге бұлай? Мен не істедім деп күңкілдеді. Бір ай бойы екеуміз Диананың бет терісін қалпына келтіріп, дақтарды кетіру үшін талай косметологтың табалдырығын тоздырдық. Оның терісі бұрынғыдай болу үшін бізге өте көп уақыт керек болды. Диананың жүйкесі тоза бастады. Мұндай жағдайды күтпеген сіңілім өзінің қателігін енді түсінді. Сөйтіп, барлық косметикасын қоқысқа лақтырып жіберді. Уақыт өте келе Диана боянуды азайтты. Меніңше, ол табиғи сұлулықтың ешқашан сәннен шықпайтынын жақсылап ұғып алған сияқты. Қалай ойлайсыңдар? Диана тығырықтан оңай шықты ма? Әрине, косметикаға деген тәуелділіктен құтылды. Алайда енді шопинг басталды. Достар, сендерде осындай оқиғалар болды ма? Тәуелділіктен қалай арылдыңдар? Бізге міндетті түрде жазып жіберіңдер.